Осы уақытқа дейін 3 миллионға жуық Қазақстан азаматы төтенше жағдай кезінде берілетін 42.500 теңге көлеміндегі көмекті алған. Десе де, тұрғындар тарапынан келетін сауал легі толастар емес. Толығырақ келесі бейнематериалда. Қазақстандықтарды зейнеткерлер мен мемлекеттік жәрдемақы алатын азаматтар 42.500 теңге алама деген сұрақ мазалайды. Бірақ Қазақстан Республикасы еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрі Біржан Нұрымбетов орталық коммуникациялар қызметіне өткен брифингте егжей-тегжейлі жауап берді. Келесі сұрақтар. Зейнеткер мен мемлекеттік жәрдемақылар алып жүрген кісілер туралы. Міне сіздерге мемлекеттің тарапынан бюджеттің есебінен ай сайын зейнетақы мен мемлекеттік жәрдемақылар төленіп келеді. Олар тоқтаған жоқ төтенше жағдайға қатысты. Қайта олардың мөлшері артып жатыр, индексация жасалды. Оны мамыр айында, осы апрель айында қосылғанмен бірге аласыздар. Сондықтан сіздерден кешірім сұраймыз, бірақ сіздер бұл төлемге ие бола алмайсыздар. Алайда бұл азаматтар төтенше жағдайға дейін ресми түрде жұмыс істеген болса, немесе жеке кәсіпкер ретінде бірыңғай жиынтық төлемді төлеген болса, ол да ескеріледі. Сондай-ақ министрдің айтуынша, бұл мәселе бойынша төтенше жағдайға дейін бірыңғай жиынтық төлем төленген болса, бұдан бөлек қосымша төлем жасаудың қажеті жоқ. Сонымен қатар студенттер бұл көмекті алама деген сауалда мазалайды тұрғындарды. Министр бұған да жауап беріп өтті. Бөлек студенттер деген категория санат жоқ. Себебі бұл еліміздің кәмелет жасқа толған азаматтары. 16 жастан жұмыс істеуге болады еңбек заңы бойынша. Көп олардың жаңағы стипендия ала ма, алмай ма, оған қарамастан жұмыс істеуге ешқандай кедергі жоқ. Ондай шектеу де қойылмайды. Сондықтан көп жастар, студенттер жұмыс істейді. Мына оқу процесіне кедергі тимейтін уақытта жұмыс істейді. Көбі сол ресторандарда жұмыс істейді, сатушы болып жұмыс істейді. Оның ішінде ресми жұмыс істейтіні бар, бейресми жұмыс істейтіні бар. Сондықтан студенттерге жалпы барлық азаматтар секілді, жалпы тәртіп тарайды. Ал Атырауда да бұл мемлекеттік көмекке қолы жеткендер аз емес. Қазір төтенше жағдайға байланысты өздеріңіз білесіздер, мына жұмысынан айырылған жағдайда, егерде ақшасыз күнге кетсе, ақысыз күнге кеткен жағдайда, оларға 42.500 төлеу жәрдемақысын төлеуді қолға алды. Қазіргі таңда облыс бойынша 86 мыңдай адам өтінішін білдіріп, соның ішінде 77 мың адамға тағайындалып, оның ішінде 71 мың адам күні бүгінге осы әлеуметтік жәрдемақыны алды. Қазір ол төлеу әлі жүргізіліп жатыр. Бұл мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру қоры арқылы жүзеге асырылады. Өтініштерді қабылдау әлі де жалғасып жатыр. Айта кетейік, егер төтенше жағдай мерзімі ұзартылатын болса, 42.500 теңге көлеміндегі мемлекеттік көмек автоматты түрде төлене бермек. Ол үшін қайтадан өтініш қалдырудың қажеті жоқ. Сондай-ақ құзырлы орган өкілдері жалған ақпарат таратпауды сұрайды. Асланбек Шығырып, Тілек Қабылғұмаров, Атырау телеарнасы.